сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін қант диабеті туралы әңгіме жүргіземіз. Қант диабеті дегеніміз ағзадағы зат алмасудың бұзылысынан пайда болатын қандағы глюкозаның жоғарылауымен жүретін өте күрделі ауру болып келеді. Бұл аурудың екі түрі бар. Қант диабетінің бірінші типі және екінші типі. Бірінші типті қант диабетімен көбінесе жас балалар ауырады, сондықтан оны ювенилді диабет деп атайды. Және оның шағымдары шөлдеу, зәрдің көп мөлшерде шығуы, салмағының төмендеуі және жарақат алса терінің жақсы жазылмауымен жүретін және қандағы глюкозаның артуымен жүретін ауру болып келеді. Оның себебі неде? Қант диабетінің бірінші типінде бізде глюкоза ол не? Глюкоза ол біздің әр жасушамыздың жұмысы үшін керек энергия болып табылады. Оның қалыпты мөлшері 3,3, 5,5. Егер бізде осы глюкозаның мөлшері осы нормадан артық болса, ол біздің ағзамызға у ретінде әсер етеді. Сосын біздің ағзамызды улай бастайды. Негізінде қант диабетінің бірінші типінде бізде ағзамызда инсулин өндірмейді. Инсулин дегеніміз не? Ол ұйқы безінен бөлінетін гормон, глюкозаның деңгейін реттеп отыратын гормон болып табылады. Бірінші типтіде біздің иммунды жасушаларымыз ұйқы безінің бета жасушалары, ұйқы безінің ішінде бета жасушалар бар, ол инсулин өндіреді. Осы бета жасушаларды шабуылдап өлтіріп тастайды. Одан кейін бізде егер бета жасушаларымыз жоқ, сондықтан инсулин бөлінбейді. Инсулин бөлінбесе глюкозаның, яғни сіңірілуі дұрыс жүрмейді. Әр жасуша, бізде бір жасуша болса, осы жасушада инсулин рецепторлар болады. Біз әр тамақ жеген сайын, көмірсулар тамақ жеген сайын, осы көмірсулар, яғни майға, қантқа айналады. Қанның құрамында біз тамақ жегеннен кейін глюкозаның деңгейі жоғарылайды. Ол кезде ұйқы безі сигнал алады да, ұйқы безіндегі бета жасушалар сигналды естіп, инсулин өндіре бастайды. Инсулин жүгіріп барып, жасушаның сыртында тұрған инсулин рецептормен кездесіп, әңгімелесіп, айтады, сен есігіңді аш, міне глюкоза сені күтіп тұр, глюкоза жасушаның ішіне кіріп, жасушаның жұмысына көмектессін дейді. Сосын инсулин рецептор инсулинмен кездесіп, жасушаның есігін ашады, ішіне глюкоза еніп, қалыпты жағдайда осылай жұмыс істейді. Ал қант диабетінің бірінші типі кезінде инсулин жоқ, сонымен инсулин өндірілмегендіктен глюкоза жоғары болады, яғни жасушаның ішіне кіре алмайды. Сосын бізде науқас осындай шағымдар бастайды. Көп шөлдейді, көп зәрдің көбеюі болады. Сосын көздің көруінің нашарлауы да болуы мүмкін, терінің қышуы болады. Себебі қанда глюкоза жоғарылаған сайын ол у. Ми ойлайды, у қайда барады, зәрмен де көп шығарады глюкозаны, сосын уже артық баратын жер болмағандықтан терінің астына барады, сосын науқас терісі қыши бастайды. Бұл қант диабетінің бірінші типінде естеріңізде болсын. Көбінесе біз қант диабетінің бірінші типін 4-7 жас аралығында диагноз қоямыз және осы подростковый кезінде, яғни 10-14 жас аралығында қоямыз. Бұл қант диабетінің бірінші типі. Сонымен естеріңізден шықпасын, қант диабетінің бірінші типінде инсулин өндірілмейді, сондықтан ол өмір бойы инсулин дәрілерін инъекция ретінде қабылдауға, дәрі ретінде қабылдауға мәжбүр. Ал енді екінші типті қант диабет туралы әңгімелесек, екінші типті қант диабетпен көбінесе 35-40-45-тен асқан кісілер ауырады. Көбінесе ол артық салмақтан кейін дамиды. Қант диабетінің екінші типі әлем бойынша қазір доучетта 5,7 миллион адам доучетта тұрады екен қант диабетімен. Қант диабеті ол екінші типті қант диабетіде ұйқы безінде инсулин өндіріледі, бірақ жасушаның бетіндегі инсулин рецептор оны сезбейді. Оны инсулиндік резистенттілік деп атайды. Инсулинді сезбейді. Инсулинді сезбесе, бізде жасушалардың есігі ашылмайды, ішіне глюкоза енбейді. Ол көбінесе бізде артық салмақтан болады. Егер сізде екінші типті қант диабет болса, ешқашан уайымдамаңыз. Ең бастысы оның емі бізде жаттығу жасау, дене салмағыңызды төмендету,
арақ, темекі және басқа да зиянды әдеттеріңізді доғару. Бір аптада көбінесе 300 сағат сізде физикалық нагрузка жүргізу керек. Физикалық нагрузка дегеніміз ол күнделікті сіздің жүргеніңіз емес, физикалық нагрузканың яғни жылдамдылығын және оның қаншалықты энергия шығаратын бізге маңызды. Сондықтан яғни сіз немесе күн ара 1 сағаттан яғни қатты тренировка жасасаңыз, жүрек соғысыңыз 120-115 болса, сол кезде сіз салмақты жақсы жоғалтасыз. Сонымен қатар сіздің күнделікті тамағыңызға өте мән берулеріңіз керек. Көмір суларды азайтуыңыз керек, көмір суларды. Одан кейін көбінесе ас көк, брокколи және тағы басқа көкөністерді көп қосуыңыз керек. Егер сіз осылай жасасаңыз, даже ремиссияға жетуіңіз мүмкін. Қант диабетінің 2-ші типімен ремиссияға жетуге болады. Яғни дәрі ішпей ремиссияға жетуге болады. Сондықтан ең бастысы бұл физикалық нагрузка, яғни спортпен шұғылдану және өзіңіздің не жеп жатқаныңызға көңіл бөлу. Зиянды әдеттердің бәрін доғарыңыз, прогулкаға шығыңыз, спортпен айналысыңыз. Сонымен қатар бастапқыда қандағы қант жоғарылаған кезде сіздің қандағы глюкозаңызды қалыптыда ұстап отыру үшін инсулин дәрілерін береді. Бірақ сіз спортты қосып және тамақтануыңызды дұрыстап енгізсеңіз, сіз күнде глюкозаңыздың мөлшерін есептеп отырыңыз. Себебі сізде осыдан кейін глюкозаның мөлшері төмендеуі мүмкін. Сіз дәрі ішкен кезде глюкозаның бірден төмендеп кетуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан күніне 3 рет, 4 рет қандағы глюкозаны тексеріп, өзіңіздің диабеттік күнделігіңізге жазып отырған жөн. Қант диабетімен до учетта тұратын адамдар немесе сізге диагноз қойса, қандай анализдер тапсыру керек? Сіздер жалпы қан анализін, жалпы зәрі анализін тапсыру керек. Зәрдегі глюкозаны тексереді, биохимиялық қан анализінде глюкозаны тексереді, глюкоза толерантты тест тапсыруға болады, гликолизированный гемоглобинді тексеру керек. Сонымен қатар айтып өтетін жағдай, қант диабеті бұл яғни глюкозаның жоғарылауымен жүргендіктен, ол біздің ағзамыздағы өте улы токсин болып кетеді. Егер ылғи да жоғары болса, сосын ол біздің ағзамызды толықтай бірте-бірте жарақаттап, қабындырып, сосын адам соның асқынуларынан, яғни летальды исход болуы мүмкін. Глюкоза дегеніміз ол егер өте артық болса, қан тамырлардың ішінде қан секілді кристалл ретінде қатып қан тамырлардың, яғни қан айналымға бөгет жасайды. Бізде бүкіл жасушалар дұрыс өзіне оттегі, минералдар, нутриенттер, яғни өзінің питаниясын ала алмай, сосын ағзаларда гипоксия пайда болып, ағзалардың қабыну басталады. Егер сіз қант диабеті болсаңыз, көзіңізді жыл сайын 1 рет офтальмологқа тексеріп отырыңыз. Көбінесе осы қант диабетінен кейін глаукома, катаракта пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабетімен осының асқынулары, егер сіз диета ұстамай, глюкоза ылғи да жоғары болса, дәрілерді ұмытатын болсаңыз, ол мидың жасушаларын қабындыруына алып келуі мүмкін, қан қысымының жоғарылауына алып келуі мүмкін, инсульттың пайда болуына алып келуі мүмкін, жүректің әртүрлі инфаркттеріне алып келуі мүмкін. Сонымен қатар диабетическая стопа деген нәрсе бар. Яғни қант диабетімен ауыратын кісілерде бұл асқынады, яғни ондай кезде аяқтағы перифериялық бірінші саусақтарда қан айналымының нашарлауынан әртүрлі қабынулық аурулар пайда болып, гангренаға айналып, сонымен ампутацияға алып келуі мүмкін. Ең бастысы өзіңізді жақсы көріңіздер, өзіңіздің алдыңызға мақсат қойыңыздар, қанша жыл өмір сүргіңгілеріңіз келеді, өз аяғымда деп мақсат қойып, спортпен шұғылданып, таңертең тұрғанда сіз өз күніңізді 1 стакан жылы су ішумен бастаңыз. Сонымен қатар, егер салмақты төмендеткілеріңіз келсе, сіз су мөлшері дұрыс
есептелуіңіз керек. Өзіңіздің салмағыңызға әр килограмм салмаққа 30 мл көбейтіп, соны бір тәулікте сіз өзіңіздің судың мөлшерін ішіп отыру керек. Яғни көмірсуларды азайтыңыз. Белок жеген, яғни пайдалы болады, және көкөністер өте пайдалы болып келеді. Эндокринолог дәрігерге баруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сау саламатта болыңыздар, өздеріңізді қадірлеңіздер, ауырмаңыздар.